достар, бұл қазақша кино-шоу арнасы. Арнаға жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, белсенді болыңыздар. Біз бүгін тағы белгілі бір дорамаға талдау жасаймыз. Дораманың атауы «Исчезнувший», қазақшаға аударсақ «басқа жақ» деген мағынаны білдіреді. Мистикалық триллер жанрындағы оңтүстік кореялық дорама. Ол жоғалып кеткен адамдардың жандары қалайтын құпия ауыл туралы баяндайды. Бұл сериал жоғалған адамдардың жұмбақ оқиғалары мен іздестіру жайлы сюжет шағын ауылда өрбиді. Мұнда жоғалған адамдардың рухтары тұрып жатқан басқа бір өлшем бар екені анықталады. Басты кейіпкерлер сол жоғалған адамдардың тағдыры мен өлімінің сырын ашуға тырысады. Дорама 2020 жылы шыққан және 12 сериядан тұрады. Сериал көрермендерді терең ойға батырып, мистикалық элементтермен қызықтырады. Кимук сол ауылда жүргендерге көмектесуге шешім қабылдап, шындықты ашуға тырысады. Ол жоғалған адамдардың жандарын тапқан сайын әр оқиға өмір мен өлім арасында байланыс барын көрсетеді. Негізгі кейіпкерлер Кимук, басты кейіпкер алаяқ, бірақ жүрегі жұмсақ адам. Ол ауылға тап болып, жоғалған адамдарға көмектесуді өзіне міндет етіп алады. Пак Чон Хо детектив, ол жоғалған адамдарды іздестіруге көмектеседі және ауылдың құпияларын ашуға тырысады. Ли Джон А, ақылды хакер, Ким Муктың көмекшісі. Чхеви Юн Су, із-түссіз жоғалған адам, ауылдағы басты құпиялардың бірі. Әр эпизодта жоғалған адамдардың тағдыры, олардың отбасы мен достарының қайғы-қасіреті, әділдік іздеу мәселелері терең баяндалады. Дораманың алғашқы маусымы үлкен табысты болғандықтан 2022 жылы екінші маусымы жарыққа шықты.